тоқты. Бұл аптада отбасылық қарым-қатынас пен үй жағдайына назар аудару маңызды. Сіздің энергияңыз өте жоғары болады. Сондықтан оны тұрмыстық мәселелерді шешуге және үйіңізді безендіруге пайдаланыңыз. Торпақ, сіздің қаржыңыз осы аптада аса басымдыққа ие. Бюджетті үнемдеуге тырысыңыз. Инвестиция немесе мұра туралы жақсы жаңалықтар алып қалуыңыз мүмкін. Егіздер, осы аптада сіз өз мақсаттарыңызға жету жолындағы күш-жігеріңіз өзіңізге қажетті нәтиже бермей жатқанын сезінуіңіз мүмкін. Бірақ ренжімеңіз, бұл уақытша құбылыс, көп ұзамай бәрі ойдағыдай болады. Шаян, бұл аптада махаббат өміріңіздің басты назарында болады. Сіз жаңа серіктес табуыңыз мүмкін, немесе қазіргі серіктеспен қарым-қатынасты нығайтуыңыз мүмкін. Және де осы аптада жүктілік немесе балалардың өмірге келуі туралы жақсы жаңалықтарды естисіз. Арыстан, осы аптада сізге жаңа мансаптық мүмкіндіктер мен қызықты жобаға шақыру ұсынылуы мүмкін. Жұмысыңызда қолыңыздан келгеннің бәрін жасау үшін тәжірибеңізді пайдалануға тырысыңыз. Бикештер, қарым-қатынастағы қателіктер сіздің комфортыңыздан шығуға тура келеді. Бірақ позитивті болуға тырысыңыз, көңіл күйде бақылауда ұстаңыз, мәселені дер кезінде шешуге, оқиғалардың ортасында жүруге тырысыңыз. Таразы, осы аптада денсаулығыңызға көбірек жауапкершілікпен қараңыз, спортқа көңіл бөліңіз деп тұр. Сондықтан қандай да бір қиындықтар туындаса, дәрігермен кеңесіп, дәрігерге жүгіну керек. Саршаяндар, осы аптада саршаяндар жұмыста күйзеліске ұшырауы мүмкін. Ол дегеніміз стресс, бірақ оны қатты кетіп қалмаңыз, жол бермеңіз. Мәселелердің шешімдерін табуға тырысыңыз және демалуды да ұмытпаңыз. Мергендер, осы аптада қаржыға қатысты жақсы жаңалықтар алуыңыз мүмкін. Жеке өмірде де жақсы жаңа мүмкіндіктер пайда болуы мүмкін. Тауешкілер, осы аптада қиын сабақтар мен мансаптық таңдауларға, яғни карьералық таңдауға тап болуыңыз мүмкін. Әрбір сынақ ол сіз үшін өсу мен даму мүмкіндігі. Осыны есте сақтаңыз. Кез келген жағдайда жақсы, жағымды жаққа назар аударыңыз. Фокус внимания жақсы жақта болу керек. Суқұйғыштар, бұл аптада сізден өзіне деген сенімділік пен көшбасшылық қасиеттерді талап етеді. Жұмысыңызда, жеке өміріңізде өте пайдалы ұсыныстар алуыңыз мүмкін. Сондықтан берілген мүмкіндіктерді осы аптада толығымен пайдаланыңыз. Соңғы жұлдыз бұл балық. Балықтар, осы аптада сіздерге демалыс қажет болады. Сол кезде болашақ жоспарларыңызды, өмірдегі мақсаттарыңыз туралы ойлану үшін осы демалысты пайдаланыңыз деп тұр. Және отбасылық жағдайға, жақын адамдарыңызбен қарым-қатынасқа осы аптада толықтай назар аударып, көңіл бөлуіңіз керек.